Үкенешме? Әйе. Үкенешләрем күп сіңірім. Соғыштан соң біз қатын қыз ұшушылар киносын қарайдырайық бейді. Соғыш вақытындағы. Менің бек қаты ұшушы боласым келді. Летчица. Анасын телевидениеда балериналарын көргәш, балерина боласым келді. Ойлап отырам, бәлки мен айтам, шуларның бірсі болар, мен шәһәрдә өскен болсам. Болар едіңіз, әнешләп юк. Сіздің рухи яқтан іштен күшлі кіші битсіз. Менә қайсыр вақытта өкінген көбі кетем. Әйе. Шуларға. Эх, деп. Олай деп ойласаң, өкінем деп ойласаң, бұл тұрмышымда татар халқының алдында башымны ием, халық мені жыршы боларақ яқшы қабыл етті. Әйе. Өкінерге ұят боларға дейш деп ойлайм. Бір ойлағанда. Әлбәттә шулай. Нақшылай. Ең зор юғалтуығыз мәрә бұ тұрмышта? Ең зор юғалтуым бірінші мәхаббетімні юғалту. Хаман сіз нәріні тәшілай? Көңіліне әріні нишләп шушындай іш ішләдім екен деп ойлаған вақытларым бар. Мен әлі сөйлешіп отырабыз сіздің білен. Әлі де көз алдында шылай. Мен аңардан ойым білен бір қошында ойырылып ешімәдім, гіл ойымда болды. Бірінші мәхаббетіні жырлағанда демек сіз аны гіл өз алына кетіргенсіз енді? Гіл мәхаббет тұрында жырлаған вақытта мен соңғы сүйуіне жырладым мен. Гіл шуны көз алдына кетіріп жырлайды. Мен әр бір жырымны оны көз алдына кетіріп жырлайды. Міне соңғы елларына мен салауат қонақ етіп шақырғаш Альфред Якшымбетов білән Рүстем Закуан сөздеріне бек жырлары жат етті. Кіші ярата тұрған. Ол жырларына қайсын ғана тұтып алып жырласында халық ярата. Нығытып қабыл ете. Сабишақ деген жырым бар, аны жырлаған вақытта ғымымен халық елап отыра. Чүнки ол әр бір кішінің тұрмышынан өткен вақиға әнейлер тұрында. Әнейлерін жоғалту тұрында. Сағынасыз ма? Мен нық әтке білген кейіні сағынам. Олар сағынырлық кішілер. Әтияны кімге де қадірлейді, кімге сағынам? Бетін кішіге де қадірлі. Оға бейбілен оқбабай болып кеттілер олар. Ауыл жерінде әтілісі кімге анда есімді бермейлер. Менің әтке бек ақылы. Өзі соғыстан соң қайтқышы түрмеге отырталар бетел. Оштан өлерге жеткен халыққа шәші орлығын таратып береді. Үстінен жалып язалар, тағы отыртып қоялар менің әткені. Міне шушындай кішілерінің балаларымен әңкей бек қаты оңғаны. Ол теге ерлер білен бір реттен орманда бөренелер шығарып жүрейдір әркес деген жерден. Шушындай нықлы рухлы кішілер мені тәрбиелеген.